осы ата әжемнің үйіне 2 күн демалысқа бардым. Олар да уже ят болып кетті. Әкімге барып шағымданбасам. Сәлеметсіз бе, әкім мырза қайда? Тез айтыңызшы. Үстінде. Кіруге бола ма? Кеттім онда мен. Болады. Маған қарасыңдаршы. Бүкіл ауылдың үйі бар, менің ақ үйім жоқ. Тоқ. Кіре бер. Ойбай, сәлеметсіз бе? Отырсам бола ма? Отырдым, Отырсаңызшы сіз деп. Отырамыз. Сізге менің жалобым бар. Менің үйім жоқ, басқалардың бәрінің үйі бар. Неге? Маған жер де бермедіңіз, үй де бермедіңіз. Неге міне ата әжемнің үйіне барып тұрайын десем, тегі ұят болып кетті. Сатып алуым керек қой. Сатып алмасаң кім береді? Жер бермейсіз бе? Жер маған. Жер. Өзіме берілген жер осақ қой. Не істеймін мен? Сені, саған рұқсат жетелердің үйіне барып, жетелердің үйіне барып, қолыстанып кете бер. Ят емес па? Ят емес. Бапты онда, давай. Ойбай, сау болыңыз деген. Бәрі болма сонда маған жетелердің үйіне қонап кете береді. Жатты ғой тем более. Жетел. Айтпашы, ауылдың проблемасын білесің ба? Бүкіл сенің балаң ауырып қалып, кетші бар, өсекшінің ғой әшінде. Осындай кезде тыңдамай қалып. Так. Мына жетелге өсек айтайын ба? Так, бұл молмайды ғой. Ойбай. Так. Мен? Әкем. Айтпашы, маған сіз айлығымызды бермедіңіз ғой, ертең аласын деген етін. Ертең аласың ба? Әр күні дегені білді. Жарайды. Ондашы, ертең маған беруді ұмытпаңызшы, әйтпесе маған срочно керек. Магазинде қарызым көп. Бопты. Айтпашы, мен магазинге барып қойдым. Магазинде емеші. Біздің магазин өте тар. Сәлеметсіз бе? Так, бүгіндікке. Маған нан керек. Ала берейін. Қарғы жасалыншы! Хотя бы нана болдық қой. Аяғым. Не болды? Әкім мырза, не болды? Не болды, әкім мырза? Кешіріңіз. Дәрігерге, дәрігер жоқ екен ғой бізде. Бопты кет. Шынымен дәрігер жоқ. Болды, сияқты, мен жедік. Бүгін қай жетелдің үйіне қонып кетсем болады екен. Ойбай, нарды өсіпті ғой. Короче, бүгін бізде ештеңе десем. Мен мысалы қайда? Ертең қанша береді екен күтіп жүрмін. Сәлеметсіз бе? Сіздің балаңыз ауырып қалды ма? Дәрігер жоқ қой бізде, сол ауданға барып жүрмін мен де. Жақсы, асығыссыз ба не? Бопты, сау болыңыз. Таң азанмен тұрып алдым ба? Бүгін әжетелдің үйіне қонасаппын ғой. Бүгін мен зарплатамды алатын күнім, кеттік, ұштық, короче.
Короче, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен ғой жұмыс жасап. Мен жұмыс жасаймын. Жиналыста. Короче. Күн енді шабатыр екен. Не дейді? Кіруге болмайды дейді. Енді сыртта күтем ба? Тұрайын. Кішке бірақ шығады. Ай, әбітте. Жарайды. Әбітте дейін үйге барып ұзақ отырамыз. Зарплатымды бермесе әкімге шағымданам. Бол. Давай. Извините. Әбетте, немене бері жиналыстан жиналыс. Әбет болған үшін не істеймін? Магазинге бір шықты. Қарызға жаздым кіз. Кешке төлеп кетемін деп айтты сол. Қалайсың? Төлейміз не болды сонша? Бүгін зарплата түсіп, кешке төлеймін. Короче, торт алайыншы өзімше бір тойлайым ғой. Давай. Қарызға жазса төлеп кетемін дедік қой. Осыда бір. Енді кіруге болатын шығар. Зор болды на. Әкім қайда қақылай? Әкім мырза. Ойдай зарплатаны өз берем. Берінші тесес. Сығып тұрма. Саған 2 берейін. 2 қалдың ба? Енді өзің... Мен магазинде қарызыма да жетпейді ғой. Ай, бопты. Та бір алтын қосыншы. Өзіме хотя бір қалсын. Мен саған 2 алтын тағы. Айтпашы. Мен сізге мынандай торт жейіңіз. Опа, торт. Мен біле жеп кетейін торт. Бүгін де көзейін. Сау болыңдар. Сау бол. Әкімнің де әйтеуір ақша береді күні бар екен ғой. Әкім мырза деген болмады енді бірақ. Әкім ханым болу керек қой. Қалайсың? Короче, кешке деп едім ғой. Қазір төлейтін болдым. 2 алтын бердім мендікі. 3 алтын? Жей ма? Сенікі? Қойшы 2 алтын төлейін. Короче, давай. 2 алтын төлейін, одан басқа төлемейін. Иығымды жинайыншы. Ойбай, тамағым-ай. Қарылып қалдық қой. Ой, бала бүкіл жүр соқ. Айтпашы мен әкімге барайын. Жиналыс болып отыр. Жиналыс. Ой, жиналысымды құрып кетті. Сенде дәрі бар ма? Дәрі. Сорпа бар? Сорпамы берші. Тамам ауырып жүр. Осы дәрігер... Короче, дәріхана... Не сорпа? Аурухана қашан соғады екен біздің әкім, а? Білмеймін. Өзіме деген. Ашты. Ой, мәнсің. Рахметі. Давай, пияз қосқанға рахмет. Ауданға барып келейін. Ауданда да. Біздің ауылда дәрігер жоқ.